бәрекелді. Еншегі қазақ секілді ашылып шашылып отырайық, қадірменді ағайындар. Тойды әрмен қарай жалғастырып отырайық, көңілдерін жалғастырып отырайық. Мынау айтады ғой, тойдың қызық болуы таманаға байланысты дейді. Бірақ ол пікірмен өмірше келісе қоймаймын. Тойдың қызық болуы сізден бізге байланысты. Келген қонақтардың көңіл күйіне байланысты, солай емес пе? Ендеше мынау қайтып келмейтін той, өмірде бір болатын той, жақсылап атқаруға бәрімізде атсалысып отырайық, қадірменді көпшілік. Ендеше біз қадірменді ағай, мен той төріне осы күйеу баланы шақыртқым келіп отыр. Пайғамбардың өзі күйеу баласын құрметтеген дейді. Сондықтан біз той төріне Бекзат күйеу баланы шақыртайық. Бекзат сен билеп шық, бүгін той сендердікі ғой. Көңіл күйді көтеріп шық. Бәрекелді, күйеу бала енді бұл достар, тойдың қызық болуы бәрімізге байланысты. Күйеу бала ортаға алып шығарған себебін досымен танысайық деген. Есімі кім? Асылхан. Асылхан, уже қанша жылдан бері доссыңдар? 10 жылдай. Ортаға шақыршы. Ашылқа кел. Азаматсың, тамаша сразу алып кетті, көрдіңіздер ма? Енді қыз жолдаспен таныссақ. Вау, ай десе ауызы бар, күн десе көзі бар. Бұл қыздың есімі кім екен? Диана. Диана. Ұнап қалды ма Диана? Біз әлі шақырған жоқпыз ғой сізді. Енді келіңіз. Дианаға шапаласын қояшы. Дианаға шапаласын. Сен маған қазір көмектесесің. Менің көмекшім боласың. Ана «Поле чудес» деген передача естеріңізде ма? Мұртты кісі, третий тройка игрокам принес к столу дегенде осындай әдемі қыз ортаға подарок алып шығады дейді. Естеріңізде ғой? Сен сол қыздардың рөлін сомдайсың, маған приз подарок алып келіп көрсетіп беріп отырасың. Келістік қой да тойда. Приз студио. Аха. Диана, рахмет. Сен бір Артемді асығып картошка алып жүрген сияқтысың. Әдемі кішкене театральный көрініп ортаға шығу керек, бұл ағыланы шабалап соғып қояйық. Рахмет, мархабат